Менің атым Үміт. Үйдің кенжесі, еркемін. Әкем ішінде тынжысы бар, тиіспеңдер дейді. Тынжы дегеніміз бір орында отырмайтын, рухы күшті адамдар дейді әкем. Ою, екеуміз бәйгеге қатысамыз, күшті? Жібеке, атқа мінеріңіз жоқ қой. Бәйгеге менің тентегім қатыссын. Баламай, түсіп қалмасаң жарар еді. Түспейм әке, оюды қатты құшақтап алам. О заманда бұл заман қыздың бәйгеге шабуы. Өпірім, жар бола көр. Алға, Тайбурыл! Менің атым жеңет, Тайбурыл! Жоқ, менікі жеңет! Жоқ, Тайбурыл бірінші келе жатыр, қарасаңшы жатыр! Тайбурыл! Қане! Алға! Балалар, қазір құлап түсесіңдер! Шуламаңдаршы, көреміз ғой қазір! Ал мына балалар, бәйгеден келгенше біз астан алып отырайық. Алып отырмыз ғой, Құдайға шүкір. Кеттік! Қане! Кеттік! Шап! Қамшыла, қане, бас! Қамшыны бас, қане! Бас қамшыла, қыздан қаламыз, қане! Бас! Тайбурылдың шабысай, сәйгөлектің дабысай, көкейімнен кетпейді-ай. Бас, қане! Алға! Кеттік! Қане! Кеттік! Шу! Не болсан? Қыздан қаламыз ба? Ей, анан қара! Ана қыз бізден асып кетті ғой! Қане, басайық! Кеттік! Озып барады! Кел! Ұзаққа созылып кетті ғой. Ештеңе қылмайды. Ой, шакал! Қызды бәйге қосып көрде тұр, жарты жолда түсіп қалады әлі. Бас, қамшыла! Тайбурыл, тез! Қалдық қой артында! Көресіңдер астан, біздің ауылдың балалары жеңет. Ой, қайдағы, алат бірінші келеді деп мен бағана айтып қойғам. Құлыным ау, қайда кеттің? Айналайын тынжымнан сол.
ана қыз бірінші келе жатыр. Жүбекеңнің кішкентайы ғой. Ей, мына қыз алдымызға түсіп кетті ғой бірінші. Чу. Айттым ғой саған. Чу. Алға. Бәрекелді. Ей, Азамат, жарайсың тұншы ерледің. Бұл қыз жарады. Барлық жігітті шаңғап тұрды. Иә. Тынышталыңыздар, мәреге Жұбаныш ақсақалдың ойу атты жүйрігі бірінші келді. Жүр, тезі Тынжының артынан барайық. Иә, кеттік. Болсаңдар созылмай тезірек. Бас бәйге Жүбекеңдікі. Бәйгеге сирек тұқымды алтын қошқар. Бәрібір қыздың аты. Қыз. Ай. Тайбұрылдың шабысай, сәйгөлектің дамысай. Жүгермектер, кәйлік келсін де обал емес бе? Аузың жауып түшкірсейші. Әже, менің тісім сіздікіндей ұшып кетпейді ғой. Құдалар көрінгенде айқайламай, шуламай келіп хабар беріңдер. Құдалар келеді! Құдалар! Не? Келіп қалды ма? Ойбай, келіп қапты қара. Құдалар келеді, құдалар! Апа, құдалар келеді! Айналайын, қарағым-ай, орта қойдым сарымайдан айырып, орта қойдым алымшай, Електрдің шамыншай, тілелмайсың жалын. Ай, пәлі! Дауысын айтсақшы! Көрмегелі ай, көғайдың ай, жүзі болдау, көрдім көздеп атыңды. Шорта қойдым, сивашай, қасымның қара. Не болды? Әлгі қойлар қайда? Тездетіңдер. Апа, қазанғы тышқан түсіп кетті. Ой, алып тастадың ба? Тышқан тыстасын деп, мысықты салып жердің. Жүгірмек, ойының ақ бітпейді екен. Шын екен деп қалсамшы. Бәлі. Жарайсың. Тамаша, жеңеше, барған кезде осылай айтыңыз енді. Ай, Мынау Тыныштық апамның сорпаға күйіп қалған мысығы, аты Жәутік. Апам сұлу болайын деп, түнде шашына қатық жағып қойса, Жәутік мысық бір бұрымын қиып кетіпті. Енді сұлу болмайтын болды. Күйіп қалғаныңда бекер емдеген екенбіз. Өй, сені ме? Құданы құдай қосады. Құдағы құрдасыңдай болсын. Құда шын досыңдай болсын. мал құдаларға сыйымыз, қораларыңыз малға толсын. Құдалар, кіріңіздер. Кіріңіздер, төрге шығыңыздар. Қош келдіңіздер. Бұлай шығыңыздар. Күйеу жігіт, мына төстей берік, қызымызға қорған бол. Сияқымызды ұмытпа. Астан алыңдар.
арнайы сыбаға. Құда дегізген, құйрық бауыр жегізген, айналайын жастардан құда. Ал құдалар. Тамақтан да ала тұрыңыздар, құйрық бауырдан да асап отырыңыздар. Эх, Шүбеке, шаңырағыңның иесі де жоқ. Қыздарыңды ұзатқасын, қу басын қалатын болдың ау. Әке, шаңырақтың иесі деген кім? Жібекен қайда, бата берсеңші балаларға. Балаларға бата бермей ма? Иә, бата берсін. Шүбірлі болыңдар. Әумин. Ою, тойып ал, шөп шабуға барасың. Әке, оюды тойдырып қойдым. Әке, ою ше. Енді атқа мінетін шамаң жоқ қой, Жібеке. Менің тентегім мінсін. Көршіміз ғой. Әке, болмайды десеңізші. Оюды бермейікші. Баласының қарны үлкен ғой. Оюдың үстіне сатымен шыға ма? Әкем де қызық, бермеймін демей ме? Мен бәрібір шаңырақтың иесін тауып әкелем де, оюды қайтып алам. Я өрнек. Шаңырақтың иесі деген кім ол? Әлде әдемі апайлар ма? Өрнек, біздің үйде апалар жетеді ғой. Мүмкін ертегідегі батыр аға шығар. Шынымен осындай болатын шығар. Иесін іздеп жүрмін! Қымбат екен. Апа, бұл не? Тоң ғой теріден тігілген. Ішінің жүні қалың екен. Шарапара деген ескі киімдерді, теріні ойыншықтарға айырбастайтын ата. Ана гүл қанша тұрады? Сатылмайды. Теріге жүнге ауыстырамыз. Бұл сиқырлы гүл қалаған тілегіңді орындайды. Тек шын тілеуің керек. Айналайын, балам. Ала ғой. Өрнек, қарашы қандай әдемі. Енді күнде ұйықтарда шаңырақ
берші деп сұрайым. Мына жерде ілініп тұрған құдалықтан келген тоң қайда? Мен Шарапара атайға өткізіп, сиқырлы гүл алдым. Ей, басы істейме, құдалықта кигізген қымбат тоң ғой ол апама. Тыныштық апам ғой, мұрнына моншақ кіріп кеткен. Моншақтың тесігі мұрнының тесігімен сәйкес келіп қалса, ысқырған дыбыс шығады. Дәрігер ештеңке қылмайды, жүгері болса көктер ет, бір күні өзі түсіп қалады деген. Жарайды, болар іс болды. Екі сиыр алда жоқ айдағаным, бес тоқты жарытпаған тар дүние. Ахахау шіркін Әй, шалау, үйге қайтпаймыз ба? сағаттай, миллион сомдық ойын күлкін халала күлейлей. Бүгін Тұраш апаң маңдай жарқыраған шаңырақтың иесін әкелетін шығар. Әкең сонда қон, кіндік шешесі болды еді. Күшті болды ғой апа, шаңырақтың иесін көріп алатын. Сен кірмей-ақ қой. Аха. Ай-өлек, ай-гөлек, айдың жүзі дөңгелек. Жаным-ай. Тынжы, кірішке. Апа, шаңырақтың иесі келді ме? Жоқ, әзір болатын емес. Неге ұзақ? Ұйықтағасын оятпайын деп тұрау, қазір. Немене? Жабысып қалған? Саған кіруге болмайды. Апа, шаңырақтың иесі келді ме? Жоқ, тағы да нашар бала. Не ағып жүрсің? Шаңырақтың иесі келет деген, соны көрейін деп ем. Көрдің бе? Жоқ, нашар бала дейді. Неге нашар? Осы үлкендерді түсінбейм. Әкем, шаңырақтың иесі келсе, жан жағым жарық сәулеге толып, өмірімді ұзартатын ет дейді. Сондықтан мен шаңырақтың иесін тауып алып, әкеліп, әкемді қуантқым келет. Білмейм енді қайдан іздейтінімді. Ал анау біздің шаңырақтың иесі. Әке шешемді асырайды. Менің әкем бұндай шаңырақтың иесін іздеуі мүмкін емес. Мен де шаңырақтың иесі. Мен де күштімін. Үйдегі бұзауды бір қолмен көтеріп. Ал мен бөгеттің үстіне жалғыз шыққанмын. Қойшей! Тіпті қақпасын бір қолмен ашып жаптым, жалғыз өзім. Апа, мен балалармен ойнап қайтайыншы. Жарайды. Ал мен бұл жерге біздің үйге шаңырақтың иесін іздеп келдім. Ой!
менің әкем жылқыларды бір қолымен ұстап, сырға тағады, сұлу болсын деп. Әкем күшті, батыр адам. Тек шаңырақтың иесін іздеймін деп шаршап қалды. Ал апам үйде қыздар көбейіп кеткесін мені айырбастайын деп 12 ұлы бар тәте тұратын перзентханаға барады. Ол тәте қызы қап-қара екен деп шошыпты мына менен. Апама да ұлы ұнамай, мені айырбастамай қояды. Тоқтаңдар, жүріңдер, бөгетті жабайық. Ауылда апалар, жаңағы бөпе әкем бар ғой. Сен бөгетті жабалам дедің ғой, жүрші, бірге барып жабайықшы. Не болып қалды? Ақыр заман болып кетті ме? Әй, кемпір, тыншы келді ме? Жоқ, бөгеттің жанында балалармен ойнап қалған. Өппірім, жарықтық. Сезіп келген екенсің ғой. Адамнан ақылды жануар бай. Қозғалшығыңнан өтінем. Сен жабылмасаң, ауылды соғып кетеді ғой. Қане өрнек. Не істейміз, өрнек? Тынжы! Öl! Ілдім, әке! Өппірім, жар бола көр. Жабылды ма, әке? Қарғамау, бөгетте не істеп жүрсің? Кіп кішкентай боп батырлығын қарашы. Айналайын. Әке, мен сізге көрші ауылдан жарық сәулесі бар шаңырақтың иесін іздедім. Күнім-ау,
Сен емес пе менің жарық сәулем? Болады Алла жазса. Кемпір, дайындал. Балаға қатты батқан екен. Болмас ендігі. Алып келейік ана бауырымның бұзығын. Қараш өрнек, апам мен әкем ертең шаңырақтың иесін әкеледі. Енді бізде де болады шаңырақтың иесі. Түн болды. Ұйықтаңдар, кәні жатыңдар. Қара, сиыр сауды үйрен, өскенде керек болады. Қойш, мен өскенше сен салып бітесің ғой. Қарғамау, тұрдың ба? Міне, сен іздеген шаңырақтың иесі, өмірімнің жалғасы. Енді түтініміз өшпейді. Шүкір, шүкір. Маңдайы жарқырап күн сияқты. Иә, әкемнің көп күтіп, менің көп іздегенімде екен. Сәлем, атың кім? Мұрат. Жоқ, менің уақытым жоқ. Мен қыздарды ұзатуым керек. Ұзату деген не? Білмеймін. Анамыз айтты ғой. Шаңырақтың иесі сен, қыздарды енді сен ұзатасың деп.